Ам қалыпты. Біз қанғаш бітті да. Соны срочно шығып отырмын. Екеуін ертіп алып. Аяла бар. Бейбарыс бар. Екеуін ертіп шығып бара жатырмын. Жалпы жаңбыр жауып жатыр. Жончук жолынан ғана алып шықтық ше. Шығып бара жатырмыз. Зонтик алып келемін. Жончук алып келеміз. Зонтик алғанбыз негізі өткен сынып қалған просто. Мә далада жаңбыр жауып жатыр ғой, иә? Мәссаған. Уже қатты жауып жатыр. Тез барып келейік ана жақтан. Ана қатты жауып жатыр еді ғой. Одан да қатты жауып жатқан бағана соны күткенбіз ғой кішкене. Бұңдар тез. Біз жай жауып қалдық. Короче, біз магазинге бара жатырмыз мында. Мәссаған. Жаңбыр что-то қатты жауып жатқан сияқты. Мәссаған. Аттап өтетін жер жоқ қой дәуші. Бұңдар тез. Тез барып келейік магазин жауып қалмасын екен. Жағырап отырып қой. Тез жүріңдер. Анау скамейкада сәл отыра тұрамыз ғой, что-то қатты жауып кетті жаңбыр. Бұңдар тез давай тез. Мына жер құрғақ екен. Өнердің ағаштар жоқ. Үші де сәл тұра тұрайық кішкене. Сендер білесіңдер ма? Ана үші найзағай ше кәдімгі. Найзағай ұрса, найзағай ұрады ғой ше. Сондайда адамдар білесіңдер ма? Талып, ана ше не қылады ғой прям. Найзағай адамдарға қарай түседі да. Сөйтіп кәдімгі адамдар жанып кетеді ойлайсың ба? Көргенсіңдер ме сондай видеолар? Тиктокта толып. Сен көрмегенсің ба? Сондай, короче, сондай болып қала ма деп біз ана жерге кіріп алдық ше. Тұрып тұрмыз. Ана көрдіңдер ме аспанды? Төртінші ана адамдар ақ киім жүрсе соны ғана ұрады. Ақ киім жүрсе? Өлі аяладың ба ақ киім шыққасын сен? Найзағай ұрып жатыр достар, көрдіңдер ме сендер? Мәссаған. Мәссаған, аңғарсыңдаршы. Барлық адам. Қашып бара жатыр, найзағай тиіп кете ма деп ше. Көңілдер өйсе қатты қорқынышты болып жатыр. Мәссаған. Жаңбыр бірақ күшті жауып жатыр екен далада ше. Жаңбыр светтен көрінбей жатыр, сіздерге көрсейін. Құмаш найзағай ұрып кетсек айтасың. Көресің ба? Көрсек жаңбырдың астында негізі көктемгі жаңбырға жүрсең ше, не болады деген шаш өсіп, прям күшті. Негізі сәуірдің жаңбыры адамдарға күшті әсер етті деген. Прям күшті жауып жатыр. Аяла жаңбырдың астында жүрем дейді. Аяла бейді тұршы жаңбыр неғып кетті ма? Абайлаш. Короче, біз достар, осы жақта жаңбырдың астында кішкене күтіп тұрмыз ше, жаңбырды. Ойла, не қылды? Аяла не болды? Аяла бірнәрсе оқыған сияқты. Аяла не қылды? Найзағай ұрды. Ұста бейбарыс. Найзағай ұрды аяланы. Давай мына жаққа апарайық. Ана жерге. Бізге де найзағай тиіп кетпесе болды достар. Тез аяланы не деп отырғызайық. Ойла, аялаға не қалды аясынан? Найзағай тиіп кетті ме екен, Мама. Да, неге отыршы аяла. Аяла есін білмей қалды. Стоп тұршы бейбат жанында. Ойла, достар, не істейміз енді? Айбай, дала жаман суып кетті. Бірден ше. Кім? Дірілдеп жатыр ма? Талып қалды ма? Аяла? Есін жемайтын ау. Аяла. Скорый шақырайын ба? Дірілдеп жатыр ше. Ойла, достар, не істейміз да? Скорый шақыруым керек па? Тез не істеймін екен? Скорый шақырайын. Мәссаған, найзағайды қарсаңыздаршы, ұрыс болып жатыр. Алло. Иә. Андай ше, далаға шықтың жаңбырдың астында сөйтіп. Найзағай тиіп кетті да, сөйтіп андай қалып қалды ше, есінен. Тез келесіздер ма? Иә. Аяла. Жас жетте. Тез келіңіздерші тұрышына. Андай қатты тиді да, сөйтіп қалып қалды ғой. Болды, келе жатыр. Аяла, есім білмей қалды. Достар, не істейміз мынаны? Аяла. Білмеймін, есім білмей жатыр ше. Скорый шақырып қойдым мен. Қолдары дірілдеп жатыр. Не істейміз? Найзағайда ұрыс ұрып жатыр. Үйге қалай айтамыз енді?
мына жаққа қарай. Анау жақта. Оған не баруды айтсай сен бізден найзаға үйіріп кетсеші, бізге кім дәрігер шақырады? Папаң бізді көрмейді да ғой, анау ол бөпемен әуре болып жатыр. Айналаның құлдары дірілдеп жатыр шы. Аспан күн күркіреп қатты жауып жатыр. Үйге дейін қалай жетеміз енді? Мама, не істесек екен, а? Аяла, есіңді жи, скорый шақырып қойдым, Аяла. Аяла, өтірік істеп жатыр ма? Аяла тұршы. Аяла, скорый келе берсін ба? Аяла. Есім білмейді, қарасай, қан және ақсамда. Аяла, есім білмейді. Қайт жаңбырдың астына алып шығайын. Есім білмейді, мынау. Аяла. Қатты жаңбыр жауып, прям қорқынышты болып жатыр дала. Қатты жауып жатыр, қалай көрсетсем екен. Міне қараңыздар. Көрінбей, қайға үйге қайтамыз енді. Еще мынауда есім білмей қалды, не істесек екен, а, достар? Ана найзаға да. Мама, не істесек екен, а? Қалай қайтамыз үйге? Мынау сынсан жаман. Мынаның басынан найзаға үйірсашы. Аяла, есің білші, үйге қайтайықшы. Дала қорқынышты болып жатыр. Аяла, қорқам мен. Аяла, есің жина. Аяла. Наға не қыл? Болмашы. Болмайды олай. Тастап кетуге. Жаңбыр қатты жауып жатыр. Не істесек екен, а? Аяла, есің жеші, үйге қайтайық, даладан қорқып жатырмын мен. Аяла. Аяла? Алдап жатыр ма бізді? Аяла, онда біз кете береміз. Сен онда отыра тұрмақ ма? Мен бейбарсы үйге апарып тастап келейін. А то бұнтта қазір ұрса, мен екеуіңді бірде құтқарамай қалам. Сен скорый келгенше отыра тұрмақ ма? Жүр, бейбарсы, сен апарып келейін үйге. Жүр, бейбарсы, бейбарсы. Аяла, кететін болады. Аспан найзағай қатты болып жатыр. Біздер күтпеспеген, а? Сіз достар қайтайық үйге, жүгіріп тез қайтпасақ бейбарсы жүгірші. Ойбай, мынау. Есің жедің ба не? Жоқ, оласын Франк. Франкымыз шынымен аспанды найзағай. Мен алдап тұрсың ғой сонда сен? Мен оны шынымен көріп қорқып жатырмын ғой, даладағы жаңбырды қарасаңыз қатты жауып жатыр. Камера тұршы. Қай жақта? Мына жерде камера тұр екен. Достар, жаңбыр деген қатты жауып жатыр. Қазір қарасаңдар, найзағайды қарашы. Жаңа ойнадыңдар ғой, иә? Енді қазір қараңдар, шынымен болады. Мен алдағандарыңыз 1, 2, 3. Сендерге де пранк. Жүріңдер. Үйге тез қайтайық енді, тез жүріңдер. Бейбарсы бол тез. Достар, короче, біз үйге қайттық. Тез барып қайтамыз, оны найзағайдан қорқып тұрмыз. Енді қайта береміз бе? Қосынан адында болсашы, жаңбыр басқан. Енді қазір 1 саатта жаңбыр тоқтайтын жер. Сол кезде аламыз. Үйде печенье жей тұрамыз. Жүріңдер. Тез болыңдаршы, үйге қайтып кетейік. Екеуі мені алдап жатқан қарсыңдаршы жаңбырдың астында. Мен бағана айтқан маған, жаңбырға шығайық деп. Шықпайсыңдар, ертең ауырып қаласыңдар. Шығармаған болса, мені алдаған олар. Мені алып шығу үшін ше. Нан жоқ, анау мынау деп ше. Нан бағана бар еді де бәсе, холодильникте, значит, тұр ол, мен қазір барып көремін. Найзағайды, жаңбырды көргісі келген ғой. Бұлар еще маған пранк істегісі келген. Екеуін ойласпаған ғой, примерно ше. Достар, пока бұл екеуі маған кішкене пранк істепті. Бұның отчеткасын міндетті түрде жасаймын. Мен мамасың ғой, бұларға кез келген нәрсе істей аламын десең. Пока, всем пока. Бізге тіркеуді лайк басып кетіңдер. Рахмет. Бай-бай.